Сәлем достар, бүгін біз Арктикада өмір сүретін жануарлармен танысамыз. Бұл жануарлар қатты суықта қалай өмір сүретінін білетін боламыз. Арктика жердің ең солтүстік бөлігінде орналасқан өте суық аймақ. Ол мұз бен қарға толы. Мұнда қыс ұзақ әрі аязды болады. Ал жаз қысқа және салқын өтеді. Арктика жануарлары солтүстік мұзды аймақта өте суық әрі қарлы жылы жерде өмір сүреді. Ақ аю Арктикадағы ең ірі жыртқыш. Оның қалың май қабаты мен ақ жүні бар. Ақ түсті терісі мұз арасында жасырынуға көмектеседі. Олар өте жақсы жүзеді және иіс сезу қабілеті өте күшті. Бұл кішкентай үлпілдек құйрықты түлкі. Қыста жүні аппақ болады, ал жазда қоңырқай сұр түске өзгереді. Қалың жүн мен түкті табандары оны суықтан қорғайды. Арктикалық қоян жыл бойы ақ түсті болып келеді. Үлкен артқы аяқтары қардың үстінде тез жүгіруге көмектеседі. Ал ақ түсті оның жауларынан жасырады. Белуха ақ түсті кит. Оның мойыны икемді және түрлі дыбыстар шығара алады. Қалың май қабаты суық суда жылуды сақтайды. Олар жемін табу үшін эхолокция қолданады. Морж үлкен теңіз жануары. Ұзын азулары бар. Азуларын мұзға шығу үшін қорғану үшін пайдаланады. Гренланд итбалығы. Бұл итбалықтың арқасында арфаға ұқсас өрнек болады. Жүзуге өте икемді. Арктикалық қарлығаш. Бұл құс жыл сайын Арктикадан Антарктидаға дейін ұшады. Ол ең ұзақ қашықтықта ұшатын құстардың бірі. Ақ түсті үлкен үкі. Өте жақсы аңшы және көзі қырағы қауысындары оны суықтан қорғайды. Солтүстік бұғысы. Үлкен тұяқтары қарда батпай жүруге көмектеседі. Ұзақ қашықтықта көшіп қонып жүреді. Саған енді сұрақ. Қай жануардың денесінде суықтан қорғайтын қалың май бар? Жауабы ақ аю. Жауапты дұрыс таптың ба? Арктика жануарлары өте мықты әрі ерекше тіршілік иелері. Олар қатты суыққа бейімделіп, табиғатпен үйлесіп өмір сүреді. Ал саған қай жануар көбірек ұнады?